Amansыңыздар ма? Біз әдеттегідей сабағымызды бастаймыз. Бұл тегін сабақ группасы деген, бұған кімдер қосылу керек, бұл кімдерге арналған. Бұл негізінде барлық адамдар қосылып көруге болады. Жасың 18-ге толған болса, 70 жасқа дейінгі аралықтағылардың барлығы көруге болады. Негізінде бұл жұмыс жасамайтын, жұмысы жоқ, жұмыстан шығып қалған, босап қалған зейнеткерлерге, үйде отырған келіншектерге, баламен отырған, денсаулығына байланысты жұмыстан шығып қалғандар, жұмыс жасамайтындар, жұмыс таппай жүргендерге арналған сабақ. Бұл сабақты бірінші кезек көргеннен кейін тіркелесіңіз, сабақ көресіңіз. 1 ай көресіңіз ба, 3 ай көресіңіз ба, негізінде сабақта айтылады. 1 жыл мен 3 жылдың арасында сабақ көру керек. Сабақты жақсы көрсеңіз, сабырлы болсаңыз, жігерлі болсаңыз, ары қарай табысқа шығып кете аласыңыз. Қазір көп адамдардың мойнында несиелері бар, қарыздары бар, соларды жаба алмай қиналып, не істерін білмей, банкілерден қашып жүрген адам өте көп. Соның есесіне банкіден қашпай, үйде отырып, үйден шықпай, ешқаққа күніне 2 сағат сабақ көрсеңіз, 1 айдың көлемінде ары қарай табысқа шығып кете аласыңыз. Ұстаз мықты адам бәрін түсіндіреді. Ақшаны қалай табу керек, қалай жинау керек, біздің кәсіпке қалай қосуыңыз керек, барлығын үйретеді. Кәсіпкер боламыз десең өзінің шарттары бар, соларды орындайсыңыз. Орындағаннан кейін ары қарай табысқа шығып кете аласыңыз. Адамның жасағанын адам жасайды, бәріңіздің қолыңыздан келеді. Ештен кеш жақсы деген, тіркеліп сабақ көріңіз, несиелеріңізді жабасыңыз, банкіден несие алмайтындай боласыңыз, ақша жинап үйренесіңіз, барлығын үйретеді. Көп ойланудың қажеті жоқ, ештен кеш жақсы деген, сабаққа тіркеліп көрсеңіз болады. Тіркеліп көрейін дегеніңіз болса, мен WhatsApp нөмірімді қалдырып кеткенмін, соған тіркеле берсеңіздер болады. Тіркеле алмаймын, телефонды жақыннан бері ұстап жүрмін десеңіз, WhatsApp нөміріңізді экранға қалдырып кетсеңіз, мен сізді тегін сабақ группасына қосатын болам. Ары қарай сосын сабақ көріп жалғастырып кете аласыңыз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сірә қарап отырсыңыз ғой, лайк басып, подписка жасап кетсеңіз, бізге берген сіздің көмегіңіз сол болар. Рахмет.